Армысың құрметті достар. Сіздермен алғашқы сабақтарда ескерткен тұғым. Бұдан кейін әрбір трейдерлік сабақтарды қысқа нұсқа жүргіземін деп. Брокерлік сауда платформасында трендтерді анықтаймыз дегенбіз. Сол трендтердегі бағаның жоғары кетуі, бағаның төмен кетуі, және сол бағалардың төменгі және жоғарғы нүктелерін анықтау. Және де сол бағаның төмен кететіні, жоғары кететіні не деп аталатыны жайында толық ақпарат бергім келіп отыр. Мінекей, қазір алдарыңызда қарап отырсыздар. Бұл жерде бағаның брокерлік сауда платформасында бағаның жоғары кеткенін көріп отырсыздар. Брокерлік сауда платформасында теханализде жоғары кетіп баратқан бағаның астынан сызылады, восходящий тренд деп аталады. Бағаның жоғары кеткен, төмен кеткен, восходящий трендте әр уақытта сызық ең астынан сызылады. Және де сізге ескертіп өтейін, восходящий трендтегі нүктелердің басын high деп аталады. Ал төмен түскендегі жерін high low деп аталады. Естеріңізде болсын, high low. Естеріңізде болсын, восходящий трендтің жоғарғы нүктелері high деп аталатын болса, восходящий трендтің астыңғы нүктелерін high low деп аталады. Соған қарама қайшы трендтің нисходящий тренд бағаның төмен кеткенін көрсетіледі. Бұл жерде мінекей бағаның нақты бір акцияның төмен кеткені. Сол кездегі бағаның төмен кеткенін біз нисходящий тренд деп атаймыз. Нисходящий трендте бағаның үстінен сызылады. Естеріңізде болсын, нисходящий тренд, восходящий тренд бағаның астынан, активтің астынан, теханализде бағаның астынан сызылса, ал нисходящий трендте акцияның құлдырап жатқан жерінен жоғары нүктелеріне сызылатын болады. Естеріңізде болсын, high жоғары жақ нүктелер, low төменгі жақ нүктелер. Бірақ восходящий трендте high деп есептелінетін болса, астыңғы нүктелері high low деп есептелінеді. Сол сияқты low high деп аталатын болса, нисходящий трендте low high деп аталатын болса, ал астыңғы low деп аталады. Мінекей құрметті достар, бұл жерде Binomo брокерлік сауда платформасында теханализде мен сіздерге low және high нүктелерін көрсетуге тырысамын. Бұл жерде брокерлік сауда платформасында сызу құралдарын таңдаймыз. Сызу құралдары мінекей сары белгімен бекітеміз. Мінекей бұл жерде қарайтын болсаңыздар, нақты мінекей төменнен жоғарыға кетіп жатқан бағаны көрсетемін. Бұл жерде мінекей low болатын болса, астыңғы точкалары, үстіңгі точкалары high деп есептелінеді. Бірақ сіздерге ескертіп өтейін, восходящий трендте линия сызығы тек қана астынан сызылатын болады. Ал енді бұдан кейін екінші нисходящий трендте сызатын болсақ, нисходящий трендте мінекей. Нисходящий трендте нақты мінекей екі точка көрсетіліп тұр. Нисходящий трендте low high деп есептелінеді. Low high. Астындағы low деп есептелінетін болса, үстіндегі low high деп атады. Ал восходящий трендте астындағы low high деп есептелінетін болса, үстіндегі high деп есептелінеді. Ол дегеніңіз high деген жоғарғы нүктелері, low деген төменгі нүктелері. Келесі уақытта сіздерге осы брокерлік сауда платформасында қалай сауда жасау керек екен, теханализді қалай жасау керек екен, және де таймфреймді қалай қоюға болады, және де индикатор құралдарын қалай пайдалануға болады, соны толық сіздерге көрсететін боламын. Құрметті достар, қайырлы күн, күндеріңіз берекелі әрі сәтті болсын.